Талдықорғандағы нөмір 25 орта мектепте оқушыларды жас ұлан ұйымы мен жас полиция көмекшілер тобына және адал ұрпақ ерікті мектеп клубына салтанатты қабылдау рәсімі өтті. Сайдың тасында іріктелініп алынған жасөспірімдер көпшілік алдында ант қабылдап өз міндеттерін адал атқаруға серт берді. Енді олар қоғамдық шараларға белсенді түрде атсалысып, мектеп ұжымына қолғабыс қылады. Атап айтсақ, жас ұландықтар өзін-өз басқару жүйесі негізінде қызмет етсе, адал ұрпақ еріктілер клубының мүшелері сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидасын ұстанады. Яғни өскелең ұрпақ бойында бармақ басты, көз қысты әрекеттерге қарсы мәдениет қалыптастырмақ. Ал жас полиция көмекшілері мектеп ішінде тәртіпсіздіктің алдын алып, құқық бұзушылықпен күреседі дейді білім ордасы басшылығы. Осы ретте 7 оқушыға қалалық ішкі істер бөлімі тарапынан арнайы куәлік табыс етілді. Біз номері 25 орта мектебінің жас полиция көмекшілер қатарына қосылып отырмыз. Біз Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілгендей заң бұзушылармен қапасыз күресуге, адал болуға, тәртіп орнатуға бүгін үлкен қадам жасадық. Балалармен тікелей жұмыс жасаймыз. Олардың тәртібін түзеуге, мектептің намысын қорғауға, мектептің дәстүрлерін ары қарай дамытуға үлес қосамыз.